Сырлы әлемге саяхат. Жасырына алатын жануарлар. Бестен бастап кері сана, Сэмми. 5, 4. Ары қарай санай аласың ба? 3. Аха. 3, 2, 1. Тығылып болдыңдар ма? Қазір сендерді тауып алам. Ку-кук, ау. Ку-ку. Сені көріп тұрмын, Изи. Мені ме? Аха. Онда не бар, Сэмми? Бенита, сені тауып алдым, Бенита. Алдымен Изиді, содан соң мені тауып алдың. Сондықтан енді Скип қалды. Ол қайда болуы мүмкін? Мұнда Скип жоқ. Скип. Скип. Мен мұндамын. О, тамаша жасырыныпсың. Жолың болды. Оның рас. Мен жай мына тастың артына тұрдым да, білінбей қалдым, міне. Бұлай жасау ойыма келмепті. Қазір мені көріп тұрсыңдар. Ал енді жоқ. Өзің неткен ақылды едің, Скип. Сен бір орында тапшылмай, артық дыбыс шығармастан тып-тыныш тұрдың. Қалай сонда? Жанымызда тұрсаң да сені ешқайсымыз байқамадық. Скип қорғану әдісін қолданды. Сали апай. Ал қорғану деген не? Қорғану әдісі? Қорғану әдісі. Тылсым табиғат әлемінде кейбір жаратылыс иелері Скип секілді жасырына алады. Олардың түстері жақын маңда орналасқан затпен түстес келеді. Міне мұны қорғану әдісі дейді. Осы себепті жасырынбақ ойынында мені байқамай қалдыңдар. Иә, дұрыс айтасың. Жануарлардың қауіптен сақтануына септігін тигізеді. Қандай жануарлар? Кез келген түрі. Айналаға зер салып, оларды тауып көріңдер. Мұнда бұған дейін қорғану әдісін қолданып жүрген жануарлардың көп екеніне сенімдімін. Оларды іздейміз және зерттейміз. 1, 2, 3, 4. Біз зерттеуді бастаймыз. Зерттеуге біз жалықпаймыз. Шыңдардан да асамыз. Сырлы табиғат. Көк жүзінде қалықтаймыз. Жүріңдер. Тау суындай тазамыз. Шынымды айтсам, менің көзім қырағы. Сондықтан кез келген нәрсені бірден тауып аламын. Кейбір жануарлардың қоршаған ортамен түстес болып, білінбейтінін көргенде таңғалатын боласыңдар. Мұна зерттеу құрылғымның камерасы бар. Сол себепті біздің көргенімізді сіз де көре аласыз. Байқамаған нәрсені де көремін. Алға, достар, бізден жасырынған нәрсенің барлығын табайық. Неге тоқтап қалдың, Бенита? Егер жануарлар қорғану әдісін қолданса, оларды қайдан іздейміз? Біз тіпті нені қайдан іздеу керектігін нақты білмейміз ғой. Қараңдар, мониторымыз белгі беріп жатыр. Сәлеметсіз бе, Сали апай? Жасырынбақ ойнауға дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Оларды табу қиын, сондықтан тыңдаңдар. Таяқша секілді көрінеді, бұл оның жәндік екенін білдіреді.
Жәндікті іздеуіміз керек. Сеніңше, ол таяқшаға ұқсағандықтан оған осындай атау берген бе? О, мына таяқша қозғалып жатыр. Ку-ку. Сейми сені тауып алды. Жасырыну тәсілі керемет. Бұл жәндіктің денесі таяқшаға ұқсайды екен. Түсі де таяқтың түсімен бірдей. Иә, дұрыс айтасыңдар. Ағаштар, өсімдіктер мен орман топырағын мекендейтін жасырынушы жаратылыстар әдетте жасыл немесе қоңыр түсті болып келеді. Тастың түсіне ұқсайтындар да кездеседі. Келесі құпия сөзді тыңдауға дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Өзі топырақ пен ағаш түстес, зер сала қарасаң табарсың. Біз қоңыр түсті жәндікті іздейміз. Ол жасырынып қалады. Демек, оны қоңыр түстес жерден іздеуіміз керек, достар. Қоңыр түсті бірдеңені көріп тұрған сияқтымын. Ал сендер ше, достар? Топырақ қоңыр түсті. Мына ағаштың қабығы да қоңыр түсті. Жақыннан қарау керек сияқты. Бұл түк қиын емес. Себебі құрылғы өзімде. Үлкейткіш әйнегімді қолданайын. Міне ол, қоңыр түсті қабықта тұрған қоңыр бақа. Керемет жасырынған, солай емес пе? Дәл солай. Бұл ойын маған қатты ұнап қалды. Енді қайда барамыз? Қандай жануарларды таба аламыз, а? Зерттеуді ары қарай жалғастырайық. Қанекей шайық! О, қазір қандай жануарларды көреміз? Жасырынуды ұнататын жануарларды Сали апайдың білетініне сенімдімін. Алайда мұнда ауа райы ыстық әрі құрғақ. Қызық, мұнда қандай жануар жасырынады екен, а? Қалай ойлайсыңдар? Іздеуге дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Құпия сөзді тыңдаңдар. Жайқалған сары шөптің арасынан 4 аяқты жануарды табасың. Не, мен ештеңе көрмей тұрмын. Зерттеу дүрбінсіз таба алмайтын сияқтымыз. Бұл өте алыстағыны көруге мүмкіндік береді. О, Скип, ана жақта көрдің бе? О, қабылан. Қабыланның сарғылт түсті түгінің үстінде қара дақтары болады. Сондықтан сары шөптің арасынан бар жоғы бөлінбейді. Қабылан азық ауламақшы. Ал енді дүрбіңді басқа жаққа бұр. Мақұл, Сали апай. Ку-ку, көріп қойдым. Айтпақшы, бұл не? Бұғының бір түрі сияқты. Бұл бөкен. Басында мүйізі бар және шапшаң жүгіреді. Бөкеннің түсі сары шөппен түстес келгендіктен оны бірден табу қиын. Жыртқыштар оның жасырынған жерін біліп қойса... Қараңдар, ол қашып барады. Сонда жануарлар тек жердің, өсімдіктің, тастың аясында ғана жасырына ма? Ғаламшарымыздың кез келген жерінен жасырынған түрлі жануарды табуға болады. Олар түсін де пішінін де өзгерте алады. Ендеше іздеуді жалғастырайық. Су астына жасырынғанды ұнататын жануарларды табайық. Бірақ мен оларды қалай көре аламын? Бұл еш қиын емес. Бенета камераны өзімен алып жүреді. Оның көргендерінің бәрін мына монитордан бақылай аламыз. Суға малынбай-ақ. Мені естіп тұрсыңдар ма? Анық естіп тұрмыз. Сәлем, Бенета. Келесі құпия сөзді тыңдауға дайынмын. Ендеше мұқият тыңда. Су астында қара жасыл жолақты жасырынған, ал табайық. Ендеше байқатпастан. Бұл жасырынған не болды екен? Қара жасыл жолақты ма? Ені меңзегеніңізді түсіндім, Сали апай. Ол тастың түсімен бірдей. Иә, дұрыс айтасың. Теңіз жыланының терісіндегі жолақтар
тастың түсімен бірлесіп кетулеріне көмектеседі. Ал енді ойланып көріңдерші, мұндай жыландар мүлде қозғалмай тұрса, Оларды байқамаста едік. ал енді жасырынып тұрған соңғы жануар ғана қалды. Өзі ат болса да шаба алмайды. Жасырынса, оны ешкім таба алмайды. Оны тауып көруге тырысыңдар. Бенита, жақынырақ көру үшін камераны үлкейте аласың ба? Әрине, Скип. Мен көрдім. Сендер де көрдіңдер ме? Ат балық өте әдемі. Олар әрине балықтың қатарына жатады. Бірақ басының пішіні атқа ұқсайды. Көзіммен көрмесем, бұған сенбес дедім. Охо, тіпті қырағы көзімде оны әрең байқады. Жер бетінде зерттеуге тиісті қаншама жаратылыс иелері бар. Мұқият қараңдар, зерттеушілер. Сізді түсіндік, Салли апай. Келесі кездескенше. Қорғану әдістері өте керемет екен. Жай түстің өзі немесе пішін арқылы жануар артық күш жұмсамай жасырына алады. Бірақ жасырынған жануарды табу оңай емес. Таяқша секілді жасырына аламын. Қанеки достар, таяқша секілді жасырына аламын. Таяқша секілді жасырына аламын. Қуамыз біз ғылым жолын, Дұрыс айтасың, я! жас зерттеуші қауымбыз. Шықтық достар сапарға, қосылған ек қатарға. Бірге таныр оң мен солын тату топпыз балармыз. Шықтық жолға нар тәуекел. Белгі бекем буамыз. Нұрлы табиғат, Тамаша! сырлы табиғат, нұрлы табиғат, сырлы табиғат. Ей, ал Сэмми қайда? Бұл дауыс маған таныс. Сэмми тағы да тығылып тұр. Қанеки достар, Сэммиді табайық.